сан түзу білесіздер, қара. Мысалы, шексіз санда минус шексіздікте плюс шексіздікте. Бұл тек математикада. Және осы сан түзуін ғалымдар сандарды сендер көз алдына елестету, орналасу ретін білу үшін ойлап жазып берген. Түсіндің ба? Сан түзуін. Яғни сандардың орналасуын көрсетіп тұр. Мұнда нөл тұр. Солай оң жағында қай сандар орналасқан? Оң жақта 1, 2, 3, 4, осылай кетеді. Плюс шекс келіп бара жатыр. Сол жақта не? Минус 1, минус 2, Себебі? оң жағында Сан түзуінде оң жағында орналасқан. Түсінікті ғой, иә? Кәдімгі теңсіздік бойынша жазылады. Минус 4 кіші 0-ден. Кездесің ба? Бұл теңсіздік белгісі. Так, 0 мен 8, тамаша. Минус шексіздік. Мына минус шексіздік па? Минус шексіздік болғанда шектемейсің. Бұлай ғана қоясың, болды. Минус шексізден нешеге дейін? Минус 1 мен 8. 1-ді қоршайсың. Бірақ боямаймыз. Бояғандар сәл үлкендеп етсеңдер болады. Минус 5-тен 0-ге дейін. Дұрыс. 6-шы класстар қазір сан аралықтарын бастап кеттік. Себебі бұл сан аралықтарын теңсіздіктерге қолдануға дайындық. Яғни балалар төменгі сыныптан бастап теңсіздіктер не екенін біледі. Дегенмен де сол білімдер пайдалана отырып, енді біз 6-шы класс сан аралықтарын өтіп жатырмыз. Сан аралықтарын бірінші үйренеді, одан кейін барып теңсіздіктер шешеді, одан кейін теңсіздіктер жүйесін шешеді. Не себебімен теңсіздікті ертерек өтіп жатырмын? Себебі бұлар емтиханда бізде келеді. Міндетті түрде нештада, ярмыжада теңсіздікке, болмаса теңсіздіктер жүйесіне міндетті түрде есеп жылда болады. Сол себептен бұл теңсіздіктерді шешкен кезде балаларға бірнеше ауыртпашылық балаларда болады. Әсіресе мына белгілеу, жақшалардың тік жақша болып келу, жай жақша болып келу деген нәрселер, және де таңбаның теңсіздік белгісінің оң жағынан сол жағына өрнектер ауысқан кезде балалар таңбадан шатасады. Сол себептен де осы теңсіздіктерге мен ертерек қимылдап жатырмын. Балалар теңсіздікті толық меңгеру керек, 100% меңгеру керек. Бүгін мінекей өтілді, балалар есептерін шығарды. Бүгінгі негізгі нәрселері мынау қай кезде боялады, сан түзуінде қай кезде боялмайды, қай кезде тік жақша қойылады, қай кезде тік жақша қойылмайды, және жаңағы теңсіздік белгісі бойынша жазу тәсілдерін үйренді. Өрнектерді ары қарай үйрететін боламын енді.